Гүлісхан Домалайқызы. Махаббат пен ғадауат. Бірінші бөлім. Сырласу. Жаннұр жұмыстан қайтуға жинала бастаған. Кенет ұялы телефоны шырылдап қоя берді. Шалқар радиосының жүргізушісі Мейраш Нұрашқызы екен. Амандық сұрасқан соң ақжарма көңілмен аңқылдай өтініп: «Ау жәке, бүгін ауа райы сондай тамаша екен. Әрі біз жүздеспегелі де біршама уақыт өтіпті. Эпохаға барып кофе ішіп қайтпаймыз ба?» деді. Күні бойы компьютер алдында отырып өзі де қалжырап қалғанын байқаған Жаннұр да досымен сырласып, сергіп қайтқысы келіп бірден келсе кетті. Далада қар жауып тұр. Биылғы қыстың алғашқы қары. Көшедегі электр шамдары самаладай жарқырайды. Арқаның ауасы тұп-тұнық, суық та емес, жылы да емес. Жанға сондай рахат сезіледі. Аспаннан жай ғана жапалақтап жауып тұрған қар түйіршіктері де электр сәулесімен шағылысып, зеңгір көктен төгіліп жатқан аппақ гүл іспетті. Жаннұр есіне әлдене түскендей жеңіл күрсініп: «Иә, сол түнінде тура осылай алғашқы қар жауып тұрған еді» деді де ақын Бауыржан Қарағазұлының «Сол түні» деген өлеңін ақырын күбірлеп оқып келе жатты. «Сол түні мен де адасып тұрғам, қар жауып тұрған болатын. Сол түні сен де жүректен басқа жол таппай тұрдың баратын». Әсем қала Астананың ортасындағы Шоқан Уәлиханов көшесінің бойына орналасқан Эпоха мейрамханасына келіп кірді. Мираш та уәделескендей күтіп отыр екен. Негізі бұл мейрамхана кеңестік үлгіде безендірілгендіктен сол дәуірді көз алдыңа елестетеді. Айналадағының бәрі де өткен кезеңнің зат бұйымдары. Сөреде тізілген түрлі кітаптар. Бүгінгі күннің биігінен қарағанда қораштау көрінсе де көзге жылы ұшырайтын әрқилы техникалар. Сол кезеңде ел билеген тарихи тұлғалардың түрлі фотосуреттері, осы көріністердің өзі-ақ адам қиялын еріксіз ілкі күндерге жетелеп, өткен өміріне қайталып барғандай болады. Бір қызығы, мұнда кеңестік мемлекет қайраткерлерінің есімімен аталатын бірнеше оңаша бөлме бар. Мәселен, жарты ғасырға жуық басынан бақ таймай қазақ елінің тізгінін қолында ұстаған Дінмұхамед Қонаевтың атымен аталатын бөлме сол кісінің өмірінен сыр шертетін сан алуан суреттерге толы тұтынған зат бұйымдар да бар. Бейне бір көрмеде немесе мұражайда отырғандай сезім бойыңды билейді. Содан да болар, мұндағы ас мәзірі қымбаттау болғанымен, астаналық біраз ақын, жазушы, журналист қыз-келіншектер сәті түскенде нақ осы мейрамханада жүздесіп, сыр бөлісіп қайтатын. Жаннұр да Мираш та ұлтжанды қыздар еді. Сондықтан екеуінің ортақ қалауы Қонаев атамыздың атымен аталатын бөлме болып, сонда жайғасты. Күнделікті қызмет жайлы, шығармашылық туралы сөз қозғай отырып, астарын ішіп болған шақта даяшы қыз көбігін бұрқыратып түріктің флискер деп аталатын бал мен сарымсақ қосып әзірлеген кофесін әкелді. Мираш ыстық кофені жаймен араластыра отырып кенет: «Жәке, осы Ақай екеуің мектепті бірге бітіріп пе едіңдер, әлде кейін таныстыңдар ма?» деп күлімсірей сұрады. Құрбысының күлімсіреген кездегі бейнесі Жаннұрға сондай мейірімді болып көрінді. Өзі де қара торының әдемісі, үлкен қой көздері, қыр мұрыны, бәрі тәңір өлшеп пішіп мүсіндегендей. Жаннұр аз ойланып отырды да: «Кейін таныстық қой» деп ауыр күрсінді. «Сені осынша ғашық еткен жігіт қандай болды екен?» деп Ақай жайлы білгім келе беретін болыпты. «Білгің келсе айтайын, Ақай керемет жігіт еді» деді Жаннұр. Біреулер бұрынғы махаббатына әлдекімнің түрін ұқсаттым, немесе мінезін, тіпті сөзін, қылығын ұқсаттым деп жатқандарын жиі естиміз. Бірақ мен күні бүгінге дейін оған ешкімді де мүлде ұқсатқан емеспін. Шынымен де ол ешкімге ұқсамайтын ерекше адам еді. Әлгі бір халық әнінде «Адамда сыр болмайды, айтылмайтын» деуші еді ғой. Бүгін бір сәті түскен шығар. Жақын құрбымсың, сырымды саған айтып бір жеңілдейін. Тек менің әңгімемді тыңдауға төзімің жетсе. «О не дегенің құрбым-ау, маған да керегі сол емес пе? Олай болса сен тыңдауды біл, бүгінгі кеште енді мен сөйлейін». Жаннұр қабағын сәл түйіп, бір сәт өткен өмірінің тұңғиығына бойлап кеткендей, аз кем үнсіз қалды да, бұдан ширек ғасырдай бұрын
бастан кешкен оқиғаларды әңгімелей бастады. Сыр сандық ашылды. Бірі сөйлеп, бірі тыңдаушы болған қос құрбы әңгіме қызығымен отырып, сол күні мейрамхананың жабылатын мерзімі жеткенінде аңғармай қалды. Ал сөзін әріден бастап, жадында ешқашан өшпестей сақталған небір сүйінішті жәйттер мен күйінішті оқиғаларды қоса қабат өрген Жаннұрдың толғанысқа толы әңгімесінен елтіген Мираш. Әр адам жеке бір әлем деген сөз рас қой шіркін. Қандай шырғалаң жайттарды бастан кешкенсің. Шытырман оқиғалы шығармалар мен телесериалдарда ғана кездесетін таңғажайып тағдыр иесі екенсің-ау, деп таңданыс білдірді. Қос құрбының тап осындай оңаша сырласуы мұнымен ғана тынған жоқ. Мираштың қалауымен тағы да бірнеше кешке ұласты. Сөйтіп, сәті түскен осындай отырыстардан соң тек Ақай туралы ғана емес, Жаннұрдың ғұмырындағы қаншама қилы-қилы жағдаяттарға әбден қаныққан құрбысы: «Жәке, саған менің бір ұсынысым бар. Өзің қаламды сергеткен жансың. Осы әңгімелеген жайларды қағазға түсіріп көрсеңші. Сосын бәлкім сәті түссе, өз патша көңілің қаласа, кітап қылып та шығарарсың. Егер менің осы ұсынысымды қабыл алып, бастан кешкеніңді еш боямасыз, алып қоспасыз ақ суреттеп кітап шығарсаң бар ғой, ешкімді бейжай қалдырмайтын туынды болатынына күмәнім жоқ», деп өз ойын айтты. Құрбысының бұл ұсынысын Жаннұр қапелімде қоштай қоймаған. Алайда кейінірек ойлана келе, Мираш досымның бұл сөзінің де жаны бар-ау. Өзге емес, өзім айтам, өз жайымда деп Қасым ақын айтқандай, басымнан өткен жайттарды неге қағазға түсірмеске? Ал ол кітап болып жарық көре ме жоқ па, оны болашақ көрсетер. Ендеше жан серігім қаламды қолға алайын да қара сөзге де жүгініп бір көрейін. Тәуекел, деп түйді іштей. Осындай шешімнен соң көп ұзамай дүниеге келген Жаннұрдың тауқыметті де тағылымды тағдырынан сыр шертетін, оның өз атынан баяндалатын хикаятты сіз де тыңдай отырыңыз, қадірлі оқырман. Әлқисса, мен 11 жылдық орта мектепті бітіріп, жоғары оқу орнына түсе алмай қалдым. Ал жақын достарым, сыныптастарым түгелдей дерлік үлкен қалалардағы оқу орындарына түсті. Ағаларым мені аудандық емхананың 6 айлық курсына беріп, шалғайдағы ауыл қыстақтарға көмекші медсестра даярлау жобасына тізімдетті. Сөйтіп, Еміл аудандық емханасына шәкірт болып, 1993 жылдың күзінде қабылдандым. Емхана бізді дәріс тыңдаудан емес, қызметтік іс басында нақтылы тәжірибеден өтуден бастап тәрбиеледі. Білікті мамандардың тәлімін тез игерген үздік шәкірттердің қатарында мен де сырқаттардың бұлшық етіне, көк тамырына укол салуды аз уақытта бір кісідей меңгеріп алдым. Мені тәрбиелеген дәрігер Бағдат деген келіншек, мінезі жайлы, өз кәсібіне өте шебер болатын. Бірде Бағдат апай қажетті дәрі-дәрмектің тізімін жасап отырған. Мен қолым қалт еткен бос уақыттарымда оқып жүрген «Жан» атты 2 томдық тарихи романға үңіліп отырғам. «Қарындас» деген дауыстан басымды көтердім. Алдымда басын әппақ дәкемен тұтастай орап тастаған, 2 көзі ғана жылтырап көрінген ер адам тұр. Оның сол кездегі жаңа үлгідегі киімі мен сымбатты денесінен ғана жас жігіт екенін білмесең, бет-аузын тұмшалап тастаған орамнан ештеңе аңдай алмайсың. «Қарындас, емханаға келгеніме 2-3 күн болды. Зергіп жатырмын. Оқитын кітап беріңізші. Неше күннен байқап жүрмін, бас көтермей кітап оқитыныңызға қарағанда сізде кітап көп секілді», деді. Суырманы аштым да «Жан» романның 1 томын ұстатып жатып, «Екіншісін бірер күнде алыңыз, әлі толық оқып тауысқаным жоқ», дедім. Ол рахметін айтып кітапты алып шығып кетті. Арада жарты сағаттан аса уақыт өткенде әлгі жігіт және келді. «Қарындас, мына кітабыңыздың әңгімелері тым ұзақ екен, қысқа жазылғаны жоқ па?» дейді. Мырс етіп күлдім де суырмадан әдеби журналдардың бірін алып бердім. Ертесі Бағдат апай шақырып, екеуміздің 4 күндік кезекшілігіміз аяқталды. Енді саған бір мезгілде қатар қолдануға болмайтын дәрілердің тізімін жазып берейін дей бергенде, есіктен Гүзәл медбикенің шәкірті Бақытгүл ашулана кірді. Ұстазым басын көтеріп, сұраулы көзбен қарады. «2-ші палатадағы 5-ші төсектегі кісі венасына дәрі құйдырмайды, ауыртасың, көк тамырымды дұрыс таппайсың, кешегі медбике келіп салып берсін» дейді.
Өзі оның есімін де білмейді. Бұндағы 15 мет шәкірттің қайсысы екенін қайдан білем, деді. Бақытгүл одан сайын ашулана бұртиып: ұстазым, кеше 5-ші палатаға Жаннұр сен ем жүргізген едің ғой, барып уколын салып бер, деді. Қызметім жұрт көңілінен шыға бастағанға іштей марқая мардымсып қалдым. Палатаға келсем, кеше қалай байқамағам, әлгінде Бақытгүл айтқан төсекте бір жас жігіт жатыр. Екі қасының ортасында қалыңдай жапсырылған ақ пластыр, қою қара шашының жасыруына көнбей шығып тұр. Тамырына инені қиындықсыз бірден салдым да, заттарымды жинастырып шыға беріп, төсегінің басындағы іле айдыны журналына көзім түсті. Бұрышында менің әлде бірдеңелерді шимайлаған жазуын бірден таныдым. Кешегі оқымысты сен екенсің ау деп ойлап, жүзіне назар аударып едім. Оның қадала қарап жатқан отты көздері өңменімнен өте шыққандай жанарымды тез тайдырып әкеттім. Сол сәтте есіктен орта бойлы ақсары жігіт кіріп келді. Дос секілді. Бірден әзілге басты. Рахат-ау сенікі, салқын бөлме, әппақ төсек, сұлу қыздар жаныңда. Соңғы сөзді даусын көтере айтып, маған қарап қояды. Үнсіз шығып кеттім. Кезекшілер бөліміндегі ұстаздарға уколын салып бердім деп мығымси келдім. Шамамен 20 минут өтті деймін. Бағанағы сырттан келген досы есік қағып тұр. 5-ші төсектегі аурудың уколы жүрмейді, деді. Гүзел апай өзі ұшып тұрып жүгіре жөнелді. Тосын оқиғалар мұнда жиі болып тұратындықтан біз де ере жүгірдік. Ұстаз бізден бұрынырақ кірді. Жігіт системаны тамырынан алып тастапты. Гүзел апай инені қайтадан шаншып жатып, айналасында қоршай қарап, үнсіз тұрған бізге ашулы бейнемен ұрса сөйледі. Көк тамыры жап-жақсы. Осындай кісілердің уколын сала алмасаңдар, қайтып медбике боласыңдар. Айналасында 6 бірдей ақ халатты өрімдей қыз тұрғанға ма, әлде ұстаздың бізге ұрсуына себепші өзі болғанына ыңғайсызданды ма, әйтеуір жігіт бетін ары бұрып алды. Сәл күлімсірегені болмаса, оның қыбырсыз жатқан түрінен ұйықтап қалды екен деп ойлағандайсың. Ертесі емхананың дәрі-дәрмек даярлау бөлімінде кітап оқып отырғам. Есік шалқасынан ашық. Рұқсат па қарындас деген дауыс естілді. Қарасам, кешегі 2 жігіт алдымда тұр. Мен күлімсіредім де, рұқсатты есіктен кірмес бұрын сұраушы еді, төрге шығып алып, рұқсат сұрағандарыңызға жол болсын, дедім. Екеуі де күлді. Бізде емделіп жатқан жігіт салмақты да сабырлы адам секілді. Ақ жолақты қара жейдесі, қырысынбаған сұр шалбары өзіне құйып қойғандай жарасымды. Қап-қара қою шашы бір жақ шекесінен 2-ге жарып тарап қойғанына ерік бермегендей төгіліп тұр. Кең маңдайының астындағы жарасын таңған әппақ дәкенің өзі де қара түспен қосылып, одан сайын ажар береді екен. Ат жақты, сұңғақ бойлы бұл сымбатты жігіттің отты жанарымен көзің абайсызда түйісіп қалса, жан дүниеңдегі барша құпияңды оқып қоярдай. Сергек мінезінен мәдениетті қала жігіті екені көрініп тұр. Ал жолдасы аңқылдаған әзілқой, өжет жігіт секілді. Сөз арасында өзінің аты Асхат, ал досының аты Ақай екенін айтып өтті. Досының емханаға қалай түскенін де әңгімелеп берді. Өзі қала маңындағы Түрген деген ауылда тұрады екен. Шекесі жарылған жігіт биыл ғана Үрімші қаласынан колледжді ауысыпты. Таяуда сыныптастардың басқа суы болған екен. Сонда ет турап отырған жігіт Асхатпен ренжісіп қалса керек, қолындағы бәкісін сермеп қалғанда, жейдесін тіліп түсіп, абырой болғанда ішіне дарымай қалады. Жастар шу етіп, орындарынан тұрғанша, әлгі жігіт бәкісін 2-ші мәрте сермейді. Осы сәт Ақай досын қорғамақ болып бәкіге жармасқанда, өзінің маңдайынан осып түседі. Алғашқы неше күн бойы кесілген тамырдан қан тоқтамайды. Басын тұтастай орап, дәкені қалың салып таңғаны содан болса керек. Тек кешеден бері ғана жараның аузы қара қотырланып, қан тоқтаған секілді. Оған да шүкір, әйтеуір бет-аузын көрдік-ау деп әзілдеген болып, жүре сөйлеп, бөлмеден шығуға ыңғай таныттым. Себебі мұнда жігіттердің келгенін көріп қалса, ұстаздардан мықтап сөгіс естимін. Сөйтіп олармен бірге бөлмеден шықтым да, ұстаздардың кабинетіне кірдім. Үздік шәкірттерді емхананың түрлі бөлімдеріне жолдағалы жатыр екен. Маған ішкі аурулар бөліміне жолдама жазып берді.
Бұл бөлімнің меңгерушісі 5 бетке таяу қызмет тәртібі ережесін беріп, 3 күн демалыста осы ережені жаттап бірақ келесің деді. Қоңыр күздің ортасы, қазан айы болатын. Туған ауылыма барып қайтуға бет алдым. Біздің үй аудан орталығынан небәрі 3 шақырымдай ғана болғанымен, екі араны шағын сазды арал бөліп тұратын. Қарасай аталатын бұл мекеннің үш жағынан үш өзен ағып жататын. Қысы қытымыр болғанымен, жазы жаннат еді. Үш өзеннің сыңғыры құлағыңа туып алыстан естіледі. Сазды майса ортасын жарып, ирелеңдей аққан өзен батар күннің қызыл арайына шағылысып, жалт-жұлт етеді. Ауылымды сағынып қалған секілдімін. Осындай сұлу мекенді тұңғыш көріп тұрғандай, саф ауасын рахаттана жұтып, көңілім лепіріп, жас балаша үйге қарай жүгіріп келем. Біздің үйдің алдында 20 гектар шамасында ну орман, ал артында Қарасай сазымен жалғаласып келіп, үй іргесіне тиер жиегі үкілі нар қамыс. Осынша сұлулықты құшағына алған жасыл аралды жұртшылық үнемі әкемнің есіміне теліп атайтын. Сірә содан да шығар, бұл мекен менің бала жүрегінен ерекше орын алған. Аулаға кіре берісте алдымнан 13 жастағы інім жүгіре шықты. Екеуміз шүйіркелесіп есікке жақындай бергенімізде, үйден төбедей болып әкем де шығып келе жатты. Маңдайымнан сүйді де, дәрігер қыз келіпті ғой деп, кеңк-кеңк етіп күліп алды. Даусынан мақтағанынан гөрі мақтанғаны білініп тұрған секілді сезілді маған. Үшеуміз үйдің іргесіндегі әпкемнің үйіне кешкі асқа бірге бардық. Мен кеш бойы емханада үйренгендерімді айтып, ауыз жаппадым. Әкем мен жездем ара-тұра, міне, біздің қыздан мықты дәрігер шығады деп көтермелеп қояды. Тіпті бір сәт тыныш отыра алмайтын қыңыр мінезді інім де сөзімді бөлместен қызға тыңдап отыр. Ас ішіліп, дастархан жиналып біз үйге қайттық. Өз үйің өлең төсегің деген осы шығар, аунап-қунап мәз болып қалдым. Жасым 19-ға келсе де өзімді әлі бала, тіпті жас бала сезініп жатырмын. Сөз орайында айта кетейін, біз бір шаңырақтан 9 баламыз. 5 ағам, 2 әпкем, 1 інім бар. Анам мені қыздың кенжесі деп бетімнен қақпай еркін өсірді. Иә, мені анам еркелеткенімен өмір еркелеткісі келмеді-ау. 11 жасымда анамнан жетім қалдым. Асқазанын шалған обыр ауруынан кетті анам. Біздің үй дәулетті отбасылар қатарында еді. Ағаларым да аудан-ауылдардың билігін ұстаған мемлекеттік қызметте болды. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып, анамды үлкен қалалардағы әйгілі емханаларға, аты мәлім дәрігерлерге апардық. Амал не, дертіне дауа болмады. Сырқаты әбден асқынып кетсе керек. Өте сабырлы, төзімді адам еді. Қашан төсек тартып жатып қалғанша ешкімге айтпай, елемей жүре бергенге ұқсайды. Сөйтіп жарты сағат көзден таса болсақ, жүрегін қолына ұстап, соңымыздан жететін аяулы анам, қаршадай қызы мені 11 жасында, сүт кенжесі інімді 6 жасында тастады да кете барды. Сәби жүрегіміз жетім құлындай шырқырады. Алайда кеудедегі жан бөлек болған соң, тірі пенде тірлігін жалғай береді екен. Жылмалауға үйренген қоянның көжегіндей қалтырай жүріп, анасыз өмірге де көндіге бастадық. Кешке мектептен келгенде үйдің іші қаңырап, аңырап тұрады. Қарның ашты ма қарғам деп құшағын жаяр анаң жоқ. Үркердей болған 3 бала бір-бірімізді ес көреміз. Менен 2 жас үлкен әпкем бар. Қалғандары үйлі баранды болып кеткен. Кенже ағамыз алыс шаһарда әскерге кеткен. Ақыры үлкен әпкемнің отбасын үйдің жанына көшіріп әкеліп үй салып бердік. Әпкем анамның орнын толтыра алмағанымен қабағымызға қарат, қолынан келгенше қамқор болды. Әкеміздің үйде болғаннан түзде болғаны көбірек. Өйткені ол кісі құс салып аң атуды ұнататын. Жас 60-ты алқымдаған шағында да қанжығасы құр қайтқанын көргенбіз жоқ. Жарайды, әңгіменің ауанын басқаға бұрмай негізгі тақырыпқа оралайын. Сонымен демалысты аяқтап емханаға келдім. Дүмбайыр деген моңғол қызға шәкірт болдым. Бұнда 3 ауысыммен жұмыс істейміз. Мен түстен кейінгі ауысымда істейтін болдым. Амбулаторияға қарағанда жұмысы ауыр, тәртібі қатаң болғанымен ортасы қызықты секілді.
Ең қарбалас кезде де осы түстен кейінгі ауысымға дөп келеді екен. Таңертеңнен бастап тексерістен өткен сырқат жандар емханаға жатуға жолдамасын осы мезгілде тапсырып үлгереді. Олардың жатын орнын даярлап, дене температурасын өлшеп медбикелер әбігерге түседі. Ал кешке дейін жұмыста болатын қала жұртшылығы да мұндағы жақын жуықтарының көңілін сұрауға осы мезгілде келеді. Емхана қызметкерлерін дос-жарандары іздеп келіп жататында нақ осы уақыт. Коридор қайшыласқан адамға толатын. Бірде палатадағы ауруларға жағалай укол салып келе жатқанмын. 4-ші палатадағы 17-ші төсекте жатқан орта жастағы әйелдің венасына инені шанши бергенімде жауырынымнан бос тастаған шашым судырай құлап, жүзімді әнтек жауып қалды. Төсегінде шалқасынан жатқан әлгі кісі екінші қолымен шашымды ептеп жиыстырып, құлағыма қарай қыстырды да, «Менің қызымнан аумайды екенсің» деді. Бетіне күлімсіре қарадым да, «Қызыңыздың есімі кім?» деп сұрадым. «Қызымның аты Сағым. Шығызы қаласында 1-ші курс студенті. Шашының алдын кескені, артын жайып бос тастағаны сенен аумайды» деді. Қызы жайлы айтқанда жанарында мейірім нұры шүпілдеп, жүзі сондай жылып сала берді. Анама деген бір сағыныш менің де жүрегімді дір еткізді. Келесі төсектегі сырқатқа да укол салып, есіктен шыға бергенімде, әлгі әйел, «Қызым, маған суық суға мәріл салып әкеп берші, құрғыр аяғым лапылдап шыдатпай жатыр» деді. Әрине, ауруларға көмектесу медбикелер үшін парыз. Мен лезде суық суға малынған мәрліні әкеліп аяғына бастым. Шынымен де бір аяғы күп болып ісіп кеткен, оттай қызып жатыр екен. Өтініші бойынша аздап массажда жасап бердім. Өзі әңгімешіл екен. 10 шақты жылдың алдында жамбасыма қате салынған вакцинадан осындай боп қалдым. Ұзақ жылдар өтсе де суық тисе болды, қайталап ауырып қаламын дейді. Сөзінің соңында, «Балам, үйдегі отағасымыз алыс ауылға кетіп еді. Балаларымның шамасы болмай жатыр. Уақытың болса асханадан тамақ сатып әкеліп берші» деп қалтасынан ақша алып берді. Мен содан былай әр күні таңертең кешке әлгі шешейге көмектесіп, ас ауқатын әкеп беріп жүрдім. Бұл палатадағы аурулар бір-бірлеп емханадан шығып, көп ұзамай шешей жалғыз қалған. Бір келгенімде өтіне тіл қатып, «Балам, қолың босаған соң, түнгі сағат 12-де үйіңе қайтқанша, менің жанымдағы бос орынға жата салсаң жақсы болар еді. Бір палатада жападан жалғыз қалу қиын екен» деді. Үлкен адам, көңілін қимадым. Түнде жанында қалдым. Менің төсекте жатып алып кітап оқитын әдетімді көрген соң, «Балам, дауыстап оқы, мен де тыңдайын. Қанша күннен бері 4 қабырғаға қамалып жату оңай емес» деді. Бұл тілегінде құп алып, шағын әңгімелер, әзіл-оспақтар оқып беретін болдым. Өзі де әңгімешіл әрі мейірбан адам екен. Кәдімгідей ана, баладай болып бауыр баса бастадық. Кейін емханадан шыққан соң үйіме шақырам, қонаққа кел деп қояды. Мен де сөзсіз барамын деп уәде берем. Мұндағы үйрену уақытымызда аяқталыпты. Бөлім бастығы енді перзентханаға жолдама жазып берді. Сол күні шәкірттер кешкілік бірге киноға бардық. Одан шыққан соң шағын мейрамханадан тамақтанып, сағат 12 шамасында қайттық. Дариға, Гүлнар үшеуміз емханаға келдік. Екеуі өздерінің кезекшілер бөліміне ұйықтауға кетті де мен қанша күннен бері үйреніп қалған шешейдің жанына жатуға бет алдым. Есік ішінен бекітулі екен. Ақырын қағып едім, бөлме ішіндегі электр шамы жарқ етті де, аяқ дыбысы есікке жақындады. Сірә столмен іштен тіреп қойған секілді. Әлдекім дыр еткізіп, бірдеңені кейін тартты да есік ашылды. Ішке кірген бойда сілейіп тұрып қалдым. Алдымда өткенде маңдайы жараланып емханаға түскен жігіт тұр. Ол да ұйқылы көзін екі алақанымен қаттырақ уқалап жіберіп қайта қарады да аңырап тұрып қалды. Екеуміздің бір-бірімізге қарап мелшиіп тұрғанымыздан түк түсінбеген шешей, «Бұл бала өткеннен бері менің жанымда жатып жүрген медбике ғой» деп жігітке түсіндіріп жатыр. Екеуміз де ол кісінің даусынан есімізді тез жидық. Мен шешейге қарадым да, «Жаныңызда кісі барын білген жоқпын, жайлы жатыңыздар» деп есікке бұрылдым. Жігіт менен бұрын қимылдап, «Жоқ,
Сіз осында қалыңыз деді де шыға жөнелді. Еріксіз төсекке келіп қисайдым. Әлгі жігіт жатқан жаңа ғана тұрған төсек қой, жып-жылы. Әдетте емхана тәртібі бойынша бөтен адам жатқан төсекке жатуға болмайтын. Бірақ жайманы ауыстырайын десем, қасымда жатқан анасынан ұялдым. Көрпені кеудеме тарта жамыла беріп, еріксіз езу тарттым. Өйткені қарындас қысқа әңгіме жазылған кітап бар ма деп қадала қарап тұрған жас жігіт көз алдыма келген еді. Шешей түсіндіріп жатыр. Жаңағы үлкен ұлым ғой, 6 балам бар. Бір ұлым Үрімші қаласына колледж тауысып биыл келді. Ер балаға аспаздық дегенде дұрыс мамандық емес секілді. Таяуда жұмысқа кірген. Шамасы баласының таңдаған мамандығына ма, киген киіміне ме, әйтеуір әлденеге ыңғайсызданып жатқан секілді. Бірақ мен үшін ол жігіттің бағасын төмендетер оғаш ештеңе жоқ секілді. Шыны керек, ондай ештеңе де байқағаным жоқ. Бас-аяғы 2 минуттың ішінде орын босатып беріп тайып тұрды. Соңғы рет қарағанымда күлімсіреп есіктен шығып бара жатқанын ғана көрдім. Шешей ұлы жайлы тағы бірдеңелер айтып жатты. Аты Ақай деп қояды сөз арасында. Есіме енді түсті. Иә, есімі Ақай болатын. Шешейдің әңгімесінің аяғын естігем жоқ, ұйықтап кеттім. Кезекті демалыс уақытымда тағы да ауылға бардым. Жақсы демалып, дәптерімді өлеңге толтырып қайттым. Емханаға келген соң шешейге амандасып шығуға барсам, ол кісі де сауығып, үйіне шығып кетіпті. Перзентхананың тәртібі мен жұмысы алдыңғы ішкі аурулар бөлімнен де қиындау секілді. Қатаң тәртіп болмай қайтсын. Күніне қаншама ана баланың нағыз өмір мен өлім арасындағы күресі. Бірнеше секундтық немесе бірнеше сағаттық өмір, өлім арпалысы. Бейне судьяның үкім айтқан секілді, мынау есіктен шыққан ақ халатты жанның аузына үмітпен, үреймен қарап, әлде кімдер тұрады. Іштен сен шығасың да, сүйінші, сәбилі болдыңыздар дейсің. Немесе, кешіріңіз, құтқара алмадық деп басыңды салбыратасың. Әрине, сүйіншілі сәттер өте көп. Алайда, анда-санда болса да, өкінішті хабар айтудың өзі де еңсеңді езіп, жүрегіңді мүжіп жібереді екен. Әдеттегідей жұмыс күндерінің бірі болатын. Түстен кейінгі ауысым аяқталып қалған шақ. Қайтуға ыңғайланып, жұмыс киімімді ауыстыра беріп едім, есіктен Гүлжанат деген Тужи ауылының қызы кіріп келді де, ол да осында медбике болып істейтін. Ой, Жаннұр, сені де перзентханаға жіберіп пе еді? Бәсе, кеше сені осында Ақай іздеп келген, мен білмеймін деп қайтарып едім деп аңқылдай сөйледі. Осы сәт терезе алдында шарф тоқып отырған Сайра деген жас дәрігер қолындағы жұмысын тоқтата қойып, Жаннұр деген сіз бе едіңіз? Ақайдың анасы менен де сәлем айтып еді. Үйіме келіп қонақ болсын деген. Ертең уақытыңыз болса бірге барайық деді. Ертең уақытым жоқ, Сайра апай, кейін барармыз деп жүре сөйлеп шығып кеттім. Келесі күні емханаға өзімнің мектептегі мұғалімім, өнердегі ұстазым Қадір жары Зере апай келіп түсті. Екінші мәрте құрсақ көтеріпті. Іштегі сәби егіз екен. Содан тыныс алуы ауырлаған соң алдын ала емханаға жатқан сыңайлы. Зере мұғалім айтыс ақын еді. Өз ортасын қашанда әзілге, өлеңге, ағамыз екеуінің қағытпа айтыстарына қарық қылып жүреді. Енді мен де бос уақытым шықса болды, сол кісінің палатасына жүгіріп, аузына қарайтын болдым. Бірер күн өткен соң Зере мұғалімнің халін біліп қайтуға Қадыр ағай келіп, мен де сол палатада отырғанмын. Жапсарлай ашық тұрған есіктен бір жігіт тамақ салынған шағын ыдысты көтеріп, ассалаумағалейкум деп кіріп келе жатты. Уағалейкум ассалам деп ағамыз жігіттің қолындағы тамақты алып және бірдеңе айтып палатадағыларды ду күлдірді. Не айтқанын естігем жоқ. Келген жігітке аңтарыла қарап қалыппын. Тағы да сол Ақай. Ол да жұрттың не айтып, неге күлгенімен жұмысы жоқ. Тұрған орнында маған қарап қалған. Ұстаздарға сыр бермей, тез түрегелдім де ақырын шығып кеттім. Арада 20 минуттай уақыт өтті деймін. Түпкі кабинетте отырғанмын. Бір медбике кіріп, Жаннұр сіз бе деді. Иә, мен. Сізді біреу шақырып тұр. Шықсам Ақай екен. Сәлемдеспей кеткен соң деп күлімсіреді.
Мен жымиған болдым да үндемедім. Жұмыстан нешеде қайтасыз деді. Қазір қайтамын деп ере жөнелудің жөні жоқ. Бүгін қайтпаймын, кезекшімін дедім. Ол сенді. Солай ма? Онда қашан уақытыңыз болады? Сізді кино көруге шақырсам. Бетіне жалт қарадым. Ол да мені түсіне қойды-ау деймін. Өйткені ол кезде қыз жігіттер киноға топтасып қана баратын, ал екеу болып қана бару махаббаттың белгісі саналатын. Қате түсініп қалмаңыз, сізге рахмет айтайын деген ниетім. Болмаса үй жаққа барыңыз, анам қонаққа шақырып отыр деді. Әуре болмай-ақ қойыңыз, мұнда жаңадан келдім, тапсырмалар да көп, ниетіңізге рахмет, сау болыңыз дедім де ішке кіріп кеттім. Ертесі күні кешкі сағат 9 шамасында палатадағы ауруларға күндегі әдет бойынша дәрілерін таратып шығып келе жатқам, коридорда тағы да Ақайға ұшырасып қалдым. Амандасудың ретінде басымды сәл изеп қойып, жанынан ақырын өтіп бара жаттым. Ол сондай тездікпен мен жақ қабырғаға қолын тіреп, алдымнан көлденең тоса қойды. Осы емхананың бүкіл жұмысын жалғыз сіз жүргізіп жатқандай қарбалас боласта жүресіз, менен неге осынша қашқалақтайсыз деді. Бетіне қарадым. Оның керемет құштарлықпен мейірлене қадалып тұрғанын көрдім де, жанарымды тез тайдырып әкеттім. Әйтсе де, түк сезбегендей әңгімені бұра қойдым. Мұнда жеңешеңіздің көңілін сұрап келдіңіз бе? Ол кісі де Қадыр ағайда орта мектепте менің мұғалімім болған. Сіздерге қалай туыс еді деп қайта бетіне қарадым. Сөйтсем, ол қабырғадан қолын алмаған күйі, әлде бір нәрсеге қарап, көз шарасынан шыға сілейіп тұр. Тіпті мені естімегенде секілді. Мұнысын істеп ойлап, мен де солай қарадым. Мәссаған, коридорды бойлап Қадыр ағай келе жатыр. Тынысым тоқтап қалғандай. Маң-маң басып тұсымызға жете бере айтқаны: Ақай, неғып жеңешесінің көңілін сұрағыш болып кетті екен десем, өзі көңіліне дау іздеп жүр екен ғой. Сөзінің соңын жұтып күлімсіреп, жанымыздан өтіп кете берді. Ағамыздың зілсіз кекесіні екеуміздің де бетімізді ду еткізді білем. Ол да қабырғадағы қолын түсіре қойды. Мен де кабинетке жүгіре жөнелдім. Арада бірнеше күн өте шықты. Емханаға жаңа түскен сырқаттардың дене қызуын өлшеп, төсек орындарын жайғастырып жүріп, сағаттың түнгі 11-ден кеткенде білмеппін. Шаруаларымды тәмамдап болып, палатадан шықсам, біздің бөлме коридордың келесі басында еді. Орта тұста Гүлжанат, Асхат, Ақай, Сайра төртеу тұр екен. Өздері айнала дөңгеленіп алған, әлде бір қызу әңгіме үстінде секілді. Аяқ киімім жеңіл болатын, назарларын бөлмейін деп ойладым да, дыбыссыз жеңіл басып тұстарынан ақырын өтіп бара жаттым. Ақай мені байқап тұрғанға ұқсайды. Жанынан өте бергенімде қолымнан ұстай алды. Бетім ду ете қалды да, қолымды тартып алдым. Қолың сұп-суық қой деді, бір жақындығын, жанашырлығын сездіргісі келгендей. Мен оның сөзін елемеген болып, жанындағыларға қарап басымды изедім де, жылдам басып бөлмеге кіріп кеттім. Аздан соң Гүлжанат пен Сайра кірді. Не отыр, Жаннұр, киіміңді ауыстыр, жұмыстан қайтпаймыз ба? Жігіттер күтіп тұр. Жол бойындағы шайханадан шай ішіп, азырақ әңгімелесеміз, сонан соң олар бізді шығарып салады деді. Рахмет қыздар, өздерің бара беріңдер. Менің мұндағы үйренудегі соңғы күнім екен. Ұстаздан жазып сызатыным бар еді, осында қонам дедім. Қыздар қоштасып шығып кетті. Нәрестелер төсегінде қатарынан жатқан 20-ға жуық баланың біреуі іңгәлап жылай берген соң, жөргегін ауыстырдым да, қарны ашқан болар деп, сүт құйылған құтының емізігін аузына сала қойдым. Шынымен сүт іздеп жатқан екен, түбіне дейін тауысты. Нәрестені жайластырып болып, кері бұрыла бергенімде, сұстиып артымда тұрған адамнан селк етіп шошып қалдым. Ақай екен. Бағанадан үнсіз бақылап тұрғанға ұқсайды. Сізге бала баққан жарасады екен деп жымиды. Бұл жолы да сөзіне мән бермегенсіп, бұл жерден тез шығып кетіңіз, бөтен адамдардың кіруіне болмайды дедім. Жұмыс уақытыңыз аяқталған соң мұнда сіз де бөтен адамсыз, бірге шығамыз деді. Бұл жігіттің айтқаннан қайтпайтын қыңырлығын байқадым да, үнімнен сәл реніш білдіре: қазір ұстаз келсе мені сөгіске қалдырасыз, тез шығып кетіңізші дедім. Ендеше киім ауыстыруға 3 минут уақыт жетеді. 4-ші минутқа қалсаңыз қайта кіремін деп, қолындағы сағатын саусағымен шұқып көрсетті де шығып кетті.
өзінің батылын қарай көр деп бұрқылдай жүріп киімімді ауыстырып шықтым. Коридорда күлімсіреп қарап тұр екен. Тіл қатпастан алдына түсіп сыртқа беттедім. Емхана ауласынан шыққан соң оң жағымнан қатарласа келді де, сізге қалай рахмет айтсам екен деді. Не үшін рахмет айтпақшысыз? Анам үшін. Өткенде анамды өз анаңыздай қарағаныңыз үшін. Оған бола рахмет айтудың еш керегі жоқ. Ол мұндағы медбикелердің қызметтік міндеті. Егер менің орнымда басқа шәкірттердің біріне анаңыз солай өтініш айтқан болса, қай-қайсысы да көмектесер еді. Ол мырс етіп күліп жіберді. Осы сөздердің бәрін әнеугүнгі оқып жүрген қалың кітабыңыздан жаттадыңыз ба? Иә, дедім. Кітапты көкірекке түйіп жаттау үшін оқымағанда, жай уақыт өткізу үшін оқитын, басы жараланып, емханада ерігіп жатқан ауру емеспін ғой. Ол да күлді де, бала, өзі маған ашуланып келе жатқан секілдісің ғой, деді. Сізді тастап сенге көшіп. Енді қалай, рахмет айтады деп пе едіңіз? Біреудің қызын еркінен тыс жұмыс орнынан ертіп шықтыңыз, ашуланбағанда, дедім. Ол тоқтай қалды. Кімнің қызы? Даусы да өрескелдеу естілді. Қайтадан сабырына түскендей байсалды үнмен. Жаңа сен алып шықпасам, бізді Сайра төртеуі бірге кетті деп ойлайтын едің. Солай қуыстанатын жеріңіз бар ма еді? Ол не айтса да сөзден ұсталып қала бергеніне мойынсынды ма, ақыры күлді де, басын шайқап қойып, және күлді. Біздің үйдің қақпасына шамамен 20 метрдей ғана жер қалғанда жүрісімді кілт тоқтаттым да, енді бұл қылығыңыз үшін рахмет айтуға болады, дедім. Не үшін? Азырақ ұрсып керіскеніміз болмаса, жап-жақсы жеткізіп салдыңыз, ал енді сау болыңыз, дедім де, үйге жүгіре басып кіріп кеттім. Ол ештеңе айтып үлгерместен орнында тұрып қалды. Таңертең емханаға жиналған шәкірттерге жолдамасын ұстатып жатып, қазіргі қара суық қыс басы, ауру сырқаудың да қайталанатын мезгілі, емханаға түсіп жатқан кісілер көп, осы айда демалыс берілмейді, бүгін жарты күн өз еншілеріңде, ертеңнен бастап жұмысқа шығасыңдар деген пәрмен айтылды. Ауылына қайтпайтын болған шәкірттер кешкілік киноға баратын болып келістік. Кино түнгі сағат 10 шамасында аяқталды. Қар жауып тұрған болатын. Сол қыстың алғашқы қары. Көшенің электр жарықтарының астында күллі әлем аппақ нұрға бөгіп қалғандай. Гүлнар, Дариға, Құсер, Бекей, бесеуміз кинохана ауласынан шыға беріп, Жақай, Ақай, Елмұрат үшеуіне жолығып қалдық. Елмұрат орталық дәріхананың дәрі сатушысы еді. Біздің қыз жігіттермен жақсы таныс болған соң, жанындағы Жақай мен Ақайды таныстырып, шүйіркелесе кетті. Өңкей өрімдей қыз жігіттер, тарап кеткіміз келмегендей топтасқан бойы аяңдап, көшенің басына қарай жылжыдық. Сол күні біршама әлем мамыражай бақыт құшағында жатқандай, дүние сондай сұлу болып сезіліп тұрды. Біз бірде топтасып, бірде 2-3-тен бөлініп әңгімелесіп, көше бойлап жүріп келеміз. Әлде бір көшенің тұсына келіп қалғанымызда, алдымыздан сылдырап аққан бұлаққа тап болғанда бірақ білдік. Жер беті ақ ұлпа мәуіті жамылып жатқандай, шиырланып із түспеген аппақ аумақтың қақ ортасынан жарып аққан тұп-тұнық мөлдір бұлақтың электр сәулесіне шағылыса қалған тұстары сұлудың қарақат жанарындай жалт-жұлт етеді. Құсер аспанға қарап, екі қолын тік көтерді де, «Пах, неткен тамаша күн, тамаша табиғат, әлемнің ең сұлу қыздары жанымызда, ақын болып кетсем бекен», деді, әзіл шыны аралас тебіреніп. Шынымен де Дариғаның қап-қара көзі, Гүлнардың сұлу жүзі кісіні есінен тандырардай керемет болатын. Гүлнар маған жалт қарады да, «Ақын деген тұр ғой жанымызда, Жаннұр, бір өлең шығарып жіберші», деді. Менің 8-ші сыныптан бастап түрлі басылымдарда өлеңдерім жарияланып жүретін. Аудандық мүшәйралардың талай жүлдесін еншілеп, тәп-тәуір ақын атанып келе жатқанымды Дариға да, Гүлнар да білетін. Сәл ойланып тұрып қалдым да, Гүлнардың мәселесін қайтарғым келмей, аузыма түскен бір-екі шумақты қойып қалдым. Ел орынға отырар сәтте кенет, қар жауды арайланып аспан ерек, ала жаздай сағынып қара жерді, құлап жатыр аспаннан ақ көбелек. Үнсіз тыңдап қала мен қырат бізді, аспан жақтан аппақ нұр құлап тұрды. Бәрімізден бұл дәурен өте шығар, асығыс аққан мынау бұлақ сында. Ой, ақын екенсің ғой, қандай керемет деп бәрі шу ете түсті.
Тек Ақай ғана анадайда үнсіз қадала қарап тұр. Жаннұрдың ақын екенін білемін, деді Жақай сөзге араласып. Сұраулы көзбен таңдана қарадым. Ол әлдеқандай сырыңды білем деген бейнемен мығымдана, білем ғой сені деп қолана жымиып қойды. Қыз-жігіттер тағы бір өлеңдеп қайта шулай бастады. Ақайдың анадайда үнсіз қадала қарап тұрған жанары өн бойымды тінтіп, барша құпиямды оқып жатқандай ыңғайсызданып қалдым. Бұл халімді қасымдағылар байқап қалама деп жаным шығып барады. Жұрт назарын өзімнен басқа жаққа бұрып жіберу үшін, жарайды достар, өлең оқитын күн қашпайды, түннің бір уақыты болды, үйге қайтайық деп Гүлнар мен Дариғаның қолтығынан ұстадым. Иә, ақырын аяңдап қайтып келе жатырмыз. Бірақ ешкім де үйіне асықпайтын секілді. Жігіттер өзара күш сынасқандай, бір-бірінің қолынан бұрап, бірін-бірі аяқтан шалып құлатып, ара-тұра қар атқыласып қояды. Кешкі сағат 7 шамасынан жауған қар толарсақтан басып тастаған. Астынан ой шұңқыры білінбейді. Әлде бірдеңеге аяғым тиді де сүрініп кеттім. Қатарымда келе жатқан Елмұрат қолтығымнан сүйеп қалып, қайтадан бойымды түзеп алдым. Ақайда екінші білегімнен ұстап, қайда барасың? Үйің мына жақта ғой деп, жанымыздағы көшені нұсқап, солай жетеледі. Шынымен де әңгімеге айналып, ағамның үйіне бұрылатын көшеден өтіп барады екенмін. Оның қолымнан қатты ұстағаны сонша, саусақтары білезік тұсыма батып барады. Қолымды ақырын тартып едім, сәл босатты, бірақ қоя берген жоқ. Аяғыңды алып жүре алмайтын кішкентай баламысың деп күңк ете түсті. Зілсіз айтты, бірақ қатқылдау естілген соң ба, үнсіз бағынып, еріп келемін. Біздің жайымызды өзгелер байқамады ма, әлде әдейі мән бермеді ме, жапа тармағай қоштасып тарап кетті. Ақай білегімнен сол ұстаған бойда сәл қиыстау алдымда, не артына бұрылып қарамастан, не бір ауыз сөйлеместен есік алдына еріп әкелді де қоштаспай бұрылып кете барды. Қақпалдында соңынан қарап тұрмын. Сол қайырылып қарамаған беті алыстап, қараңғылық құшағына өніп көрінбей кетті. Қызық жігіт екен өзі. Соншама не істеп қойдым деймін өзімше бұртиып. Ертесі күндізгі ауысымға сыртқы аурулар бөліміне шықтым. Сыртқы дене жарақаты болған соң ол жерде көбі еркектер болады екен. Жұмысы да жеңіл, тәртібі де сондай қатал емес. Түскі асқа емхана алдындағы асханаға шыққам. Жақай мен Асхат кезігіп қалды. Үшеуміз бірге отырып шай іштік. Олар мені жұмыстан шыққан соң бірге қыдыруға шақырды. Екеуіне бүгінгі түнгі ауысымда қосып еселеп жұмыс істеп, ертеңнен бастап 2 күнге сұранып, ауылға барып қайтқалы отырғанымды түсіндірдім. Ертеңгілік таңертең үйге барып, аз кем ұйықтадым да, сағат 1 шамасында аудандық автобекетке келдім. Микроавтобусқа мініп, ең соңғы орынға жайғаса бергенімде ішке Ақай кіріп келді. Күлімсіреген беті жаныма асықпай таянды да, орындықтың астына қойылған шағын жол сумкамды ақырын алып, жүр, шай ішіп ал, келесі көлікпен кетесің деді. Үні сондай жылы, мейірімді, өткендегі өкпенің ізі де жоқ. Үнсіз соңынан еріп көліктен түстім. Автобекеттің алдындағы үлкен мейрамханаға ертіп кірді. Бұрын мұндай үлкен мейрамханаларды сыртынан тамашалағаным болмаса, ішіне кіріп көрмеппін. Төрге таман қойылған дөңгелек столға әкеп отырғызды. Бұл менің жұмыс орным, қысылып қымтырылмай отыр деп, күлімсірей кірпігін қағып қойды. Бұл мейрамханада 20-ға жуық ханзу қызметкер бар екен. Қазақтан Ақай ғана, қалғаны дүнген, моңғол ұлтынан секілді. Олар 2-3-тен келіп өздерін таныстырып жатты. Біреу әзілдеп, Асеке, бүгін қайта-қайта терезеден қарап, ас үйде тоқтай алмай жүредің, күтіп жүргенің бар екен-ау деді. Бұл сөзге басқалар ду күлді. Ақай ыңғайсыздана маңдайын сипаған болып, алақанымен сәл қалқа жасады да, көзінің астымен маған қарады. Ондай сәтте бір көзін сәл қысыңқырап қарайтын әдеті бар екен. Бірақ менің көзіме керемет, салауатты жігіт болып көрініп кетті. Менің жолға шығатынымды Жақай мен Асхаттан естігенін іштей сездім. Столдың үсті балық, тауық секілді сол кездегі Қытай ұлтының дәстүрлі қуырмаштарынан толып тұр. Бір кезде даяшы моңғол қыз мойнына қызыл лента байлап, әсемдеген бір құмыра арақ пен 2 шөлмек сыраны подносқа салып көтеріп келді. Ақайдың бетіне жалт қарадым. Ол орнынан тез тұрып, қызға рахметін айтып,
Жол жүріп барат, келген соң асықпай отырамыз деп арақ шарапты ашқызбай қойды. Ас ішіліп болған соң автобусқа шығарып салды. Бұл жолы үйдегі көңіл күйім басқашалау болды. Бұрындары ақбұрқақ боранға қарамастан күндіз інілермен бірге орман ішінде астыр салатынмын, ал түнде таңға дейін кітап оқитынмын немесе өлең жазатын едім. Осы жолы ештеңеге де көңілім шаппады. Өз-өзімнен есейіп кеткен секілдімін. Жұмыс істеп жүрсем де, әлдебіреумен сөйлесіп отырсам да, көз алдында күлімсіреген қалпы, қою қара шашын бір жағына қарай саусақтарымен жеңіл сілке тастап, маған қадала қарап сол жігіт тұрады. Жүрегім сыздап тұрғандай, дел сал жата бергім келеді. Үйдегілермен де әңгімелесіп, жырғатқаным шамалы. Апайым, бір жерің ауырып жүрме, жүзің неге сынық деп қояды. Жоға, бәрі жақсы деймін. Әлде жеңгеңмен бірдеңеге? Қайдағыны айтасыз-ау, менде бәрі дұрыс. Неге екенін қайдам, осы 2 күн маған 2 жылдай болып зорға өтті. Тамаққа да зауқым соқпайды. Не ішіп, не жегенімді де біліп жүргенім жоқ. Тұңғыш рет өз үйімнен өзім әлде қайда кетуге асығатынымды сезіндім. 1 бөлімнің соңы.